Достар, сәлем. Let's Cook KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің бауырсақ пісіру әдісіммен бөлісемін. Бұл рецептпен дайындалған бауырсақтар үлпілдек және жұп-жұмсақ болып піседі. Ең бірінші ашытқы, яғни опара дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 50-50 жылы су мен сүт құйып, қант және дрожжи салып, кішкене араластырамыз. Енді міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Мен микротолқынды пешке салып қойдым. Мінекей достар, біздің ашытқы керемет көтерілді. Енді осыған 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық сұйық май және 2 кішкентай жұмыртқа қосып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Ал енді ұн қосамыз. Ұнды міндетті түрде аз-аздан қосу керек. Басында қасықпен араластырып, кейін қамыр қоюлана бастағанда қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға кішкене жабысады, ол ештеңе етпейді. Соңында қамырды кішкене майлап, ыдысқа салып, жылы жерге 30-40 минутқа қамыр жақсы көтерілгенше қоямыз. Мен микротолқынды пешке салып қоямын. Мінекей достар, 40 минут өткен соң қамыр керемет көтерілді. Енді осы қамырды қолымызбен бір басып, тағы 15 минутқа жылы жерге қоямыз. 15 минуттан кейін қамыр тағы да осылай көтерілді. Ол қолға жабысады, достар. Сондықтан кішкене ұн сеуіп, қамырды ұнға аунап, оқтаумен жаямыз. Қалыңдығы шамамен 1 см болу керек. Жайып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей қамырды домалақ етіп кесіп шығамыз, немесе 4 бұрыш етіп кессеңіздер де болады. Енді бұларды матаның үстіне салып, бетін жауып, 15 минутқа көтерілуі үшін қоямыз. Ал енді қазанға сұйық май құйып, оны қыздырамыз. Майдың қызғанын тіс таяқшамен тексерсек болады. Мінекей тіс таяқшаны осылай майға батырған кезде оның айналасында көпіршіктер пайда болады. Бауырсақты қызып тұрған майға салып, қатты отта 2 жағын қызарғанша пісіреміз. Менде электр плита, мен 6-шы, яғни ең қатты деңгейінде пісіремін. Әрине сіздер өздеріңіздің плитаңызға қарап, бауырсақтың қалай көтеріліп, қызарып жатқанына қарап, отты қадағалаңыздар. Піскен бауырсақты артық майы болмауы үшін алдымен қағаз сүлгісіне саламыз. Мінекей достар, бауырсақтар дайын, жұп-жұмсақ және де өте тәтті. Менің бауырсағымды жеп көргендер қандай екенін біледі.